Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сабақта жалпы дамыту жаттығулары. Жалпы дамыту жаттығулары. Жүгіріп келдіңіз 3-4 минут. Одан кейін аяқ иық мөлшерімен қол алда, қолымызды осылай байлаймыз. 4 рет сол жаққа, 4 рет оң жаққа бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Дәл солай 2-3 мәрте қайталаймыз. 4-4-тен. Келесі жаттығуымыз. Аяқ иық мөлшерімен қол белде. Басымызды 1 алдыға, 2 артқа, 3 сол жаққа, 4 оң жаққа. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Дәл солай 2-3 мәрте қайталаймыз. Келесі жаттығуымыз қол иықта. Қолымызды алдыға 4 рет айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. Дәл солай 4 рет артқа. 1, 2, 3, 4. Дәл солай 3-4-тен мәртеден қайталаймыз. Келесі жаттығуымыз қол кеуде алдында. Бұл жерде кететін қателіктер шынтақ тік болу керек. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бұны да 4-5 рет қайталайсыздар. Келесі жаттығуымыз сол қол жоғарыда, оң қол төменде. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Алма кезек 3-4 рет қайталаймыз. Келесі жаттығуымыз аяқ иық мөлшерімен қол белде. 1, 2 сол жаққа, 3, 4 оң жаққа еңгейміз. Дәл солай бұл жаттығуды да 3-4 рет қайталаймыз. Келесі жаттығуымыз аяқ иық мөлшерімен қол белде болады. 1 еңгейміз сол аяққа, 2 тік көтерілеміз, 3 келесі аяққа, 4 дәл солай 3-4 рет қайталаймыз. Және де соңғы қорытынды жаттығуымыз аяқ бірге қол белде. 1 дегенде аяқтың ішіне көтерілеміз, 2 дегенде жай түсеміз, 3 дегенде көтерілеміз, 4 дегенде жай түсеміз. Бүгінгі сабақтың жалпы дамыту жаттығулары сабағы осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.